Баршаңызға сәлем. Бүгін жаңғақта бисквитті осындай декормен жасап үйренетін боламыз. Бізге 50 грамм сұйық май, 75 грамм жаңғақ, 130 грамм қант, 3 жұмыртқа, 100 грамм сүт, 75 грамм ұн, 10 грамм разрыхлитель қажет болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағына 130 граммның жартысын қосып, барлығын миксерде зювать етеміз, яғни меренга жасаймыз. Шекер мен белогымыз ақ көпірік болғанға дейін айналдырамыз. Енді жұмыртқаның сарысына сүтпенен сұйық майды құйып араластырамыз, венчикпен араластырамыз, миксермен емес. Жақсылап араластырып болып, жаңағы қанттың жартысын қосамыз. Енді осы дайын болған массамызды жаңағы меренгаға құйып араластырамыз. Миксермен емес, венчикпен араластырамыз. Барлығы толықтай араласқан соң, үстіне ситаның көмегімен ұнды қосып шығамыз. Бұны да венчикпен араластырып алып, үстіне жаңғақ құятын боламыз. Осымен бізде тестамыз дайын. Енді кольцоға құямыз. Менде кольцоның диаметрі 15 сантиметр. Қазір орап жатқаным термостойкий пленка. Осымен печка сала береміз. Осы екеуіне қазір біреуіне массасын кішкене көбірек қылып құям, ал біреуіне азырақ құям. Көбірек құйылған кольцодағы кожды біз сосын екіге бөліп аламыз. Сонда біздің тортымызда 3 кож болады. Егер сізде 15 диаметрлік кольцо болмаса, онда 20-24-ке де пісірсеңіз болады, бірақ биік торт болып шықпайды. Осы сияқты биік болу үшін осындай 15 диаметрлік кольцоға пісу керек. Және біздің бұл тортымыздың килограммы 1 килограммдық торт. Енді бізге карамель дайындау қажет. Ол үшін сливки 55 грамм, сармай 50 грамм және шекер 75 грамм қажет болады. Карамельді біз кремге қосатын боламыз, яғни карамельді крем болады бізде. Алдымен сливкиді осындай темір ыдысқа құйып қайнатып аламыз. Қанттың 3/1 бөлігін осындай ыдысқа салып, газда ерітетін боламыз. Бірінші бөлігі еріген соң, екінші бөлігін қосамыз. Бұл да толықтай еріп кеткен соң, үшінші бөлшегін қосамыз. Барлығы ери салып, қайнаған сливкиді үстіне құямыз. Барлығы осылай көпіреді, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сармай қосып, тоқтамай араластырамыз. Сонда барлығы еріп кетеді. Сонымен карамеліміз дайын болады. Карамель дайын болған соң, жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Ал бізде бисквиттер пісіп шықты. Пленкасын барлығын алып тастаймын. Кольцодан барлығын толықтай ажыратып, сыртын пищевой пленкамен орап тастаймын. Креміміз дайын болғанға дейін. Енді торттың кремін дайындайтын болсақ, бізге 300 грамм крем-чиз, 300 грамм чудское озероның сливки, 100 грамм қант және жаңағы дайындаған карамеліміз. Алдымен крем-чизға қантты қосып, екеуін бірге миксермен айналдырып аламыз. Сосын барып сливкиді құямыз. Барлығын толықтай қоюланғанға дейін араластырамыз. Қоюланған соң карамельді қосып, тағы да миксермен 1-2 рет барлығы араласып кеткенге дейін араластырып жібереміз. Енді қыздар, крем-чиздің орнына біз креметтені немесе творожный сырды да қолдансақ болады. Осымен бізде креміміз дайын болды. Енді кождың сыртындағы жаңағы пищевой пленканың барлығын ажыратып тастап, биіктеу шыққан кожды екіге бөлемін. Сонда біздің тортымыз 3 кождан құралады. Енді бізде торттың диаметрі 15 сантиметр болған соң, раздвижной кольцомен құрастырған ыңғайсыз. Сол себепті осындай ацетатный пленканы қолданамыз. Бұл тұру үшін шетін скотчпен немесе кез келген қыстырғышпен шетін қыстырып қоямыз. Солай тортты құрастырып кете береміз.
Сізде крем дайын болған соң, оның салмағын өлшеп алыңыз, солай екіге бөлеміз. Сонда әр корждың арасына бірдей кремнен құйылатын болады. Және кішкене 50 грамын жоғарғы беткі қабатына жағуға алып қаламыз. Осылай тортты құрастырып кете береміз. Еш қиындығы жоқ. Құйылған кремді осылай лопатаның көмегімен тегістеп шығып, оның үстіне коржды қоямыз. Бұның үстіне қайтадан кремді құйып, осылай құрастырамыз. Торттың барлығын құрастырып болған соң, бірнеше сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Сосын барып сыртына обтяжка жасайтын боламыз. Енді торттың сыртын қаптайтын крем дайындайтын болсақ, ол үшін бізге 600 грамм крем-чиз, 150 грамм сары май және 100 грамм сахарный пудра қажет болады. Алдымен сахарный пудра мен сары майды миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сары майдың түсі кішкене өзгереді, яғни ақшылдау болып келеді. Сол кезде үстіне крем-чизді қосып, барлығын бірге тағы да кішкене миксермен айналдырып дайындаймыз. Осымен бізде де сыртына қаптайтын крем дайын болды. Бұны екіге бөліп аламыз. Біреуі ақ түсті, яғни торттың сыртын қаптауға кетеді, ал біреуін розовыйға бояп, сыртына гүл жасайтын боламыз. Біз тортымызды тоңазытқыштан алып шықтық. Сыртындағын барлығын ажыратып аламын. Солай торттың сыртына обтяжка жасауға кірісеміз. Енді жаңа кремді кондитерский мешокқа құйып алып, осылай сыртын барлығына жағып шығам. Сосын лопатаның көмегімен тегістей береміз. Торттың сыртын тегістеп болып, енді сыртына гүл жасайтын кремге краситель қосамыз. Кез келген краситель қоссаңыз болады. Барлығын толықтай араластырып алып, кондитерский мешокқа құямыз. Басына кез келген насадка кигізсеңіз болады. Мендегі насадка, ол закрытая звезда деп аталады. Осылай гүлдер жасап шығамыз. Және шет-шеттеріне де гүлдер жасаймын. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша неше түрлі гүлдер жасай берсеңіздер болады. Мен бұл тортты хен-патиға, яғни девичникке арнап жасаған болатынмын. Сол себептен барлығы осындай розовый түсті, нежный торт ретінде жасадым. Сіздер макаронстың орнына кез келген фрукты қойып оформление жасасаңыздар да болады. Хен-пати үшін мен осындай топпер алдым. Арнайы торттарға арналған топперлер. Сонымен бізде тортымыз дайын, осындай нежный, керемет торт болып шықты.